На этом фото, которое предваряет мое первое практически видео, которое я самостоятельно попытался слепить. Вот, ну, не боги, горшки обжигают. Сейчас я осваиваю программу iMovie. Вот. На этом снимке в самом центре вы видите две белые точки. Это аул моего ровесника Шакарьи. Ровесник или курдас – это очень высокое понятие в казахской культуре. И мы вдвоем Шакарьей нашли очень много точек соприкосновения. Если бы я родился в Монголии, я был бы, наверное, такой же, как он. А если бы он родился в Казахстане, может быть, это он написал бы книжку «Ситуативный казахский». Мынау атың жүрдегі екен. Жасат қой. Мекеніміздегі өзі жалпы ой қабілетіміз бірдей екен. Мен 17 жасымда жылқы бақтым. Үкімет тарап, жылқы меншікке кетіп қалғандықтан өкініште қалдым ғой. Жылқы деген қазақтың жаны ғой енді. Атысты бір тақ деп келе жатырмыз ғой. И я, и Шакарья, мы оба оказались большими любителями лошадей. Мына жерде далдада біздің екеуі отыр. Мынау енді өте қиыр жол. Албат адам келе алмайды. Мына кісілер бұқым Қазақстаннан келіп, мына Алматыдан келіп, менің бір балдызым бар, Астанадан келіп, мына қиыр жол менен, жеңіл машинамен, міне біреу көрініп жатқан қызыл жол менен де келіп, үйге келіп құрдасым болды. Елестейді көзіме бала жасым дүние, дүние шіркін жалған ой, әр пендеден қалған ой. Мұндай құрдас кез болса, әнге салмай не қылам. Ой, шіркін. Рахмет құрдас. Қадырдың. Мынау көрініп отырған екі үй біздің ең үлкен ағамыздың үйі. Біз сол үйге барып, мына құрдасты сол үйге танытамыз. Вот так мы съездили в этот соседний аул. Вот это снимок из этого аула. Очень приятные воспоминания. И я рад, что я сейчас начал осваивать программу iMovie. Это вот мой первый опыт. Тырнақ алды тәжірибе.